Мына картаны қараңыздаршы. Бұл картада құлағу мемлекетін көріп тұрсыздар, Ақ Орда, Алтын Орда, Хайду мемлекеті, Шағатай ұлысы, немесе кейіннен Моғолстан, мына жақта Юань империясы, яғни Құбылай құрған мемлекет. Енді қараңыздар, мына жақта мәмлүктер. Осы жерде мынау 1299 жылғы әлемнің картасы. Бұл жақта Кіші Азия түбегінде қазір үлкен империя пайда болады. Бұл бүкіл адамзат тарихына да өзіндік орны бар алып империя. Қараңыздар, қазір мына жерде пайда болады. Шамамен. Міне, Осман. Бұл 1299 жылы Осман бейлігі құрылады. Бірақ сонымен қатар бұл жерде Кіші Азия түбегінде түркітектес халықтар құлағу мемлекетінен, Византиядан тәуелсіздік ала бастайды. Қазір бір жыл артқа жылжытайын. Қараңыздар. Мына жерлерде Византия және құлағу мемлекеті. Мына жақта шағын бейліктер пайда болды. Яғни бейліктер деп отырғанымыз былайша айтқанда, бұл князьдік не болмаса, сол түркітектес халықтардың князьдігі десек болады, немесе аймақтар. Көріп отырсыздар. Осман, Кастамону, Айдын, осындай Теке сияқты Осман түркітектес халықтардың бейліктері пайда болды. Осылардың ішінде Осман империясы империя құрады, осы османдар. Яғни бұл түркітектес, мына бүгінгі түркмендер тайпасының бірі османдар. Бір уақытта біздің мына Арал, Каспий маңынан көшіп келген халық болатын. Қазір қараңыздар, алға 10 жылдықтар бойынша жылжытам. 1300, 1310. Мына жақ солтүстігін жаулап алды. 1320, 1330 Бурсаны астана қылып бару. Осылайша олар Европаға өтеді. 1340 мына жақты жаулап. Мына жақта енді құлағулар мемлекеті ыдырап кетті де, орнының орнына жалайырлар мемлекеті пайда болды. Музафариди, Керман, осындай шағын патшалықтар пайда болды. Ширван, яғни бүгінгі Әзербайжанның несі, Грузия, мына жағында Трабзон. Енді қараңыздар, османдар одан әрі күшейе бастайды. Мына бейліктерді өзіне бағындыра бастайды. 1340, 1350 мына жаққа өтті. 1360 Европаға өтті бұлар. Көріп отырсыздар, Дарданелл бұғазы, мына жақта Мәрмәр теңізінен өтті. 1360, 1370 бұлар Болгарияны одан әрі жаңағы істей бастады. Шекарасына жетті. Қараңыздаршы, 1360-та Византияны істеп, мына Европадағы иеліктерін жаулап, Болгарияға жетті. 1370, 1380 мына жаққа өтті. Қараңыздар. Сербияның біраз аймағын жаулап алып тұр. 1380. Енді бұл жаққа Албания, Сербия, Болгария, Босния, Венгриямен үлкен шайқастар болады. Валахия, Молдовиямен. 1390. Мыналар Осман әскері Сербия жерінің қаншама бөлігін өзіне қаратты. Қараңыздаршы. Сербия еді, үлкен еді, қаншама бөлігі османдардың қол астына өтіп кетті. 1400 жыл. Алайда осы кездері османдардың шығысында қауіпті қарсылас пайда болады. Бұл Әмір Темір мемлекеті, міне Тамерлан деп тұр. Әмір Темір мемлекеті. Осы Әмір Темір мемлекеті күшейіп келе жатқан Осман империясын әбден әлсіреп тастайды. Бұл Анкара шайқасы 1402-ге қоямын қазір. 1401, 1402. Қараңыздар. Осман сұлтандығы қайтадан әлсіреп, мына бейліктер қайтадан тәуелсіздік алып кетті, көрдіңіздер? Саруханиды, Айдын, Ментеше, Теке, Караман, мына жақта Қызылбас, Кастамону. Осылайша Осман империясында Баязидтің ұрпақтары, Илдрим Баязидтің ұрпақтары өзара шайқасып кетті. Бұл жағдайдан олар тез есін жиып алады. 1413, 1423 қайтадан күшейе бастайды. 1433 қайтадан бейліктерді өзіне қаратты. 1443, 1453, қазір 54. Міне. Константинополь Осман империясының қолына өтті. Ал бірақ Әмір Темір ұрпақтарының басынан бағытайып, олар керісінше әлсірей бастады. Қараңыздар, Әмір Темір мемлекетін. Кезінде мына аймақтар Әмір Темірдің қол астында болған еді. Үндістанның солтүстігі. Қараңыздар, Әмір Темір мемлекетінің 1400 жылғы жағдайына қойыңызшы, қазір 1400-ді қараңыздар. Міне қараңыздар, Әмір Темір солтүстікте мына Үндістанның қаншама бөлігіне. Мына жақта қараңыздар. Ирак жерлері, Иран жері, Мәуереннахр жері, Каспий теңізі, мына жақта Алтын Орданы әлсіретті. Жетісуда Шағатай мемлекеті немесе Моғолстанның әлсіреуіне себепші болды. Осылайша Әмір Темір мемлекеті оның көзі тірісінде күшейтті, ал ол өмірден өткеннен кейін, қазір 1450-ге қойыңызшы. Қараңыздаршы, Әмір Темір мемлекетінің қалай әлсіреп кеткенін. Оның ұрпақтары ол мемлекетті ұстап тұра алмады. Ал керісінше Баязидтің ұрпақтары күшейе бастады.
қазір әр 10 жылдықтар бойынша жылсам 1460, 1470, 1480. Қараңыздар, Әмір Темір мемлекеті қалай істеп жатқанын, күйреп жатқанын. 1490, 1500. Қараңыздар, Осман империясы. Бұл Осман империясының Европадағы иеліктерін қараңыздар. Азиядағы иеліктері. Қырым жері Османдардың қол астына өтті. Мына жақта Алтын Ордамен шекаралас мемлекетке айналып шықты. Яғни Алтын Орда немесе Үлкен Орда мемлекет деп айтайықшы. Үлкен Орда өткен, мына жақта Алтын Орда ыдырап, Мәскеу, Қазан, Сібір тәуелсіздік алып кеткен, 1500, 1510. Мына жақта Әмір Темір мемлекеті әбден әлсіреді, парсы мемлекет пайда болды. Яғни Исмаил Шах осы жақта күшейе бастады. 1520, қараңыздар. Бұхара мемлекеті пайда болды. Қазақ хандығы мына жақта, Қасым ханның тұсында шамамен. Ноғай ордасы. Ал османдар мына жаққа дейін жетті. Мәскеумен шекараласты. Яғни бұл Қырым жеріндегі османдардың билігі. 1520, 1530. Мына қараңыздар. Дунай бойын қалай жаулап алған. Речь Посполита мен Австрияға, Венаға қауіп төндіре бастады бұлар. Европаның жүрегі. 1540. Бұл яғни Сұлтан Сүлейменнің тұсы. 1560. Белград қол астына өтіп кеткен. 1560, 1570. Қараңыздар, мына жақта Алжирде Осман иеліктері пайда болды. Португалдар мен испандармен теңіз шайқастарын жүргізіп жатты. Мына жақта Мекке, Мәдина жерлері османдардың қол астында. Мына жақта османдар Малайзия, Малакка түбегінде, Индонезия жерлерінде Ачех сұлтанатына көмек көрсете бастады. Әскери инструкторларын жіберіп. Өйткені португалдар мен испандарды теңізде талқандау үшін. 1570, 1580. Қараңыздар. Солтүстік Африка тұтастай дерлік тек мына жақтағы Мароккодан басқасы османдардың қол астына өтіп кетті. Міне осы 1580, 1590, 1600. Міне осыдан кейін, осы 1600 жылдардан кейін шамамен Осман империясы жайлап әлсірей бастайды. Бірден емес. Оның да әлсіреу үшін 100 жыл уақыт керек болды. 1700 жылдың өзінде османдар қанша, мына 1700 жылға. Ал мынау 1600 жыл территориясы. Мынау 1700. Міне осы 1700 жыл территориясының өзінде османдар қаншама жерлерді иелік етіп отыр. Мына жақта Оман жерлері. Йемен пайда болған мына жақта. Бірақ осының өзінде білесіздер, Полтава шайқасында Петр I 1709 жылға қояқшы қазір. 1708 немесе 1708, мысалы 1708. Мына жақта Швеция мен Ресейдің арасында қырғын шайқас жүріп жатыр. Карл мен Петрдің арасында. 1709 Полтава шайқасы кезінде Петрдің әскері орыстар, яғни шведтердің тас-талқанын шығарады. Швед королі османдардың территориясына қашып кетеді. Ал сол шведтердің короліне қолдау білдіреді түріктер. Кейін Прут дейтін шайқас болады. Сол Прут шайқасы кезінде Петрдің өзі, шведтердің тас-талқанын шығарған Петрдің өзі османдардың тұзағына түсіп қалады. Яғни османдардың қолына өтіп кете жаздайды. Тұтқынға түсіп қала жаздайды. Сөйтіп, оған елшілерін жіберіп османдарға өз басын, жақындарын аман есен алып қалады. Сөйтіп, мына жақтағы бір уақыттар жаулап алған Азовты қайтарып береді. Қазір қараңыздар. 1711, 1712. Осман империясы әлсірей бастайды осыдан кейін де. Енді 1813-ке қойықшы. Қараңыздар. Біраз жерлерінен айырылған. Ішкі жағдай одан әрі нашар, территориясы сақталғанымен османдардың ішкі жағдай тым нашарлап кетеді. Өйткені бұл кездері османдар әбден экономикалық, әскери түрде артта қала бастайды. Керісінше Ресей күшейеді. Мына жақтағы Қырымнан айырылып қалып, Қара теңізде қаншама жеңіліске ұшырады. Дунай бойында да қаншама шайқастар болды Ресеймен, Европа елдерімен. Әсіресе Ресей оны әбден әлсіретіп жіберді. 1913. Қараңыздар. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы османдардың жағдайы. Енді керісінше Осман империясы өз территориясы саналатын кіші Азия түбегін қорғауға мәжбүр болады. Қараңыздаршы. 1923 Турция пайда болды, бірақ қазір 1922 қараңыздар. 1921. Қараңыздар. Гректер мына жақтағы кіші Азиядағы иеліктерін жаулап алған османдардың. Көріп отырсыздар, Осы кезде Мұстафа Кемал Ататүрік пайда болды. Ол Осман империясын тұтастай дерлік күйретіп, өз қолымен
тәуелсіз бүгінгі Түркияның негізін қалайды. Қазір бүгінгі Түркияның картасына қоямын. Шамамен 2000 жылдарға карта. Міне. Бір уақыттары әлемге Осман империясы сияқты империяның пайда болған жерінде бүгіндері Түркия мемлекеті өмір сүріп жатыр. Алайда бұл түріктердің тарихы тек Осман империясынан басталмайды. Олар кезінде сонау Бумын қаған құрған мемлекетке қояйықшы, шамамен 555 жыл шамамен. Қараңыздар. Бұл ежелгі түркілер мемлекеті. Қараңыздар. Мына түркілер, мына жақта Корея жерінен бастап, мына жақтағы Каспийге дейін жеткен түркілер. Осы түркілер кейіннен әлем тарихында, міне, мына 574 жылғы карта, әлемнің картасы. Мына жақта Когурье, Пекче, Япония, Си, Чоу, Қытай династиялары. Мына жақта Сасанилер Ирандағы. Мына жақта Византия империясы, Хазарлар, Авар мемлекеті. Міне осы түркілер кейіннен тарих сахнасында қаншама мемлекеттер құрған болатын. Соның біреуі ғана ол Осман сұлтанаты. Мына 574 болса, енді 1574-ке қояйықшы, қараңыздар. Міне 1574. Арада 1000 жыл өткенде мына жақта Европада үлкен мемлекет құрады. Европада ғана емес, Европа, мына жақта Азия, Африка 3 құрлықта алып жатқан империя құрды Османдар.